Hello, dear pupils. Құрметті оқушылар. Бүгін біз екінші тоқсанның, яғни 4-ші бөлімге арналған екінші БЖВ-сын, яғни бөлім бойынша жиынтықты талдамақпыз. Біздің бұл модуль немесе бөлім Sport, Health and Exercise. Спорт, денсаулық және жаттығу деп аталады. Бұл жиынтықта бізде reading және speaking, writing. Reading және writing. Reading, яғни біз текстті оқып, текстке байланысты сұрақтарға, яғни тапсырмаларға жауап береміз. Text. Smartphones, texting, playing games and helping patients. Яғни смартфондар жазамыз, ойын ойнаймыз және де науқастарға көмектесеміз. First, doctors say smartphones can help patients find out if they are sick and treat illnesses. New apps use smartphone features to help people who may be sick. Some apps use the phone's camera, others use the microphone. Дәрігерлер айтады, смартфондар ауруды табуға және ауруды емдеуге, яғни науқастарға көмектеседі. Жаңа қосымшалар, яғни адамның ауру екенін анықтап бере алады. Кейбір қосымшалар камерасын қолданады, кейбіреулер микрофонды қолданады дейді. Енді соны толығырақ айтады. 2. Shrutik Patel is a computer scientist. Patel says smartphones are becoming medical tools. They already do some of the things doctors' tools can do. Smartphones count how many steps you take. They can track what you eat. They can even count your heartbeats. Now smartphones can find illnesses too. Shrutik Patel дегеніміз компьютер ғалымы, яғни зерттеушісі. Ол айтады, смартфондар бұл медицинаның құрылғысына айналып жатыр. Олар, яғни дәрігердің істей алатынын жасай алады. Мысалға, олар сенің қанша жол жүргеніңді есептей алады, сенің не жегеніңді есептей алады, күні-түні. Сенің жүрек соғысыңды есептей алады. Яғни қазір олар ауруды таба алады. 3. For example, one smartphone app checks for asthma. People with asthma have trouble breathing. The app can tell if someone is not breathing well. It uses the phone's microphone. The person breathes into the microphone. Then the app gives a result. Мысалға, бір смартфондар астманы тексереді. Астма дегеніміз тамақ ауруы, дұрыс демала алмайды. Яғни адамдардың дем алуы қиындайды. Ол қосымша бір адамның дұрыс демалмай тұрғандығын айтады. Ол үшін олар микрофонды қолданады. Микрофонға адам демалады да, сол кезде результатын шығарып береді дейді. 4. Another app can say if someone has a blood problem. It can tell if there is enough hemoglobin in the blood. The app uses the phone's camera. First, a person puts one finger over the flash. They take a picture. The app reads the picture. It says how much hemoglobin is in the person's blood. Тағы басқа қосымша адамны қан мәселесін тауып бере алады. Яғни қанда гемоглобиннің жеткілікті екендігін айтады. Ол үшін камера қолданылады. Камераға адам қолын түсіреді. Сол сурет, яғни оқылады да гемоглобиннің адамда қанша гемоглобин бар екені анықталады. 5. These apps are good for patients, Patel says. They help people care for themselves. They can learn about their health from home. Бұлар, яғни осы қосымшалардың барлығы науқастар үшін жақсы. Ол оларды өзін абайлап қарап жүруге көмектеседі. Яғни үйде отырып денсаулықтарын білуге болады. 6. This is useful in poorer countries. In many places, health care is limited.
It's not easy to get to a doctor. Some people cannot afford a doctor's visit. Others cannot travel far to see a doctor. Smartphones can help. They make it easier to stay healthy without going to the doctor. This saves time. It can also save money. Бұл кедей мемлекеттерге өте пайдалы. Көптеген жерлерде, яғни денсаулық сақтау бұл өте аз болып тұр. Лимитный болып тұр. Яғни дәрігерге жету оңай емес. Кейбір адамдар дәрігерге жете алмай қалып жатады. Кейбіреулері яғни солай дәрігерге бару үшін ұзақ жол жүре алмайды. Ал смартфондар көмектеседі. Яғни олар дәрігерге бармай-ақ денсаулықты дұрыс сақтаудың оңай жолы. Ол уақытты да үнемдейді, ақшаны да үнемдейді деп аяқталған текст. Енді бізге беріліп тұрған 3 тапсырма. The first, select the sentence that best explains how smartphones can help people with diabetes stay healthy. Яғни ең жақсысын таңда деді, диабеттерге көмектесетін. Smartphones can help them keep track of everything they eat. Яғни барлық жеп атқандығына тексеріп тұруға көмектеседі. B. Hemoglobin in the body. Яғни денедегі гемоглобин тексереді. C. Track your steps each day. Яғни аяқ басқандығын, неше қадам басқандығын тексереді. D. People stay informed about the disease. Яғни аурулары туралы айтылады. Енді жете диабеттер үшін A. Яғни олар не жегендігі маңызды. Яғни мысалға кейбіреулердің аллергиясы болуы мүмкін. Second, select the paragraph that suggests people can save money with healthcare apps. Яғни қай абзацта, параграф деген ағылшынша бұл абзац. Қай нешінші абзацта жалпы адам ақшаны сақтап қалуға үнемдеуге болады деп айтты. F, параграф 6, яғни соңғы абзацта айттық 6-шы. What is the author's purpose in this article? Author бұл автор, яғни автордың мақсаты қандай бұл артиклді, яғни мақаланы жазуда? To entertain, to persuade, to inform, to share feelings. To inform, яғни inform деген таңдаймыз. Егер үлгермесеңдер, мінекей, бірінші тапсырма бойынша дескриптор, біріншісінде A, екіншісінде параграф 6, үшіншісінде C. Екінші writing бізде жазылым, яғни жазылым керек. Write an article for your school newspaper. Яғни біз мектепте газетте мақала жазу керек. Бізде мақаланы тұрып тұр. Choose one topic below. Екі тақырыптың біреуін таңдауымыз керек. Giving advice and suggestions on the benefits of sports. Жалпы спорттың жақсы жақтарын, пайдалы жақтарын айтып, кеңес беру. Екінші, benefits of healthy eating. Дұрыс тамақтанудың артықшылықтарын, жақсы жақтарын айту. Біз не істеуіміз керек? You should present a clear position with relevant and supported ideas. Яғни ойымыз жүйелі түрде жеткізуіміз керек. Include example or reason. Мысал немесе себеп қос дейді. Use a headline that accurately describes the content. Жақсы тақырып таңдауымыз керек, сол мазмұн ашып тұратын. Link ideas logically and clearly using basic conjunctions and linking words. Яғни біз осы бөлімде біз linking words, conjunctions дегенді қайталаймыз, яғни союздер, немесе байланыстырғыштар, және қыстырма сөздер қолдануымыз керек. Pay attention to spelling, әрине дұрыс айтуға мән бер, дұрыс жазылуға мән бер, яғни use appropriate topical vocabulary, яғни сөздікті қолдан дұрыс дейді. Сол арқылы саған 4 балл беріледі. Бұда мынада 3 балл, сонда екіншіне 5 балл беріледі, сонда барлас 8 балл. Енді бұны қалай жазамыз? Мақаланы. Жалпы бізде 4-ші бөлім бұл спорт туралы басталды. Сондықтан спортты алып сипаттауға болады. Осындай спорт түрлері бар деген сияқты. Спорттың түрлерін айттық, Ол қай жерде болады дегенді
қысқаша алып жазсаңдар болады бұған. Жалпы benefits туралы мұны алып жазсаңдар болады. Тексттен, осы өткен тексттен қысқаша жазсаңдар. Benefits, яғни артықшылықтары. Жаттығудың мысалға. Осы жерден артықшылықтарына. Мына жерде диалог бар. Ақыл кеңес сұрайтын. Не істеуге болады деп. Мускулдар туралы айтылған, бұлшық еттер. Қысқаша алып жазуға. Енді негізі бізде мақаланың еште құрылысы жоқ екен. Біздің өткеніміз, яғни артықшылығы мен кемшілігін айту эсседе. Осы жерде сендер 1-2-нің үлгісін көріп, 3-ті алмасаңдар болады. 3 себебі қарсы пікір айтылады. Яғни басында сендер кіріспеде жалпы мысалы спорт туралы айтамыз. Екінші оған мысалдар келтіреміз. Бірінші, екінші, үшінші деп, және соңында біз оған оны яғни қорытындылаймыз. Мынандай сөздерді міне осыларды қолдан деп тұр. Енді мен бір мысалын көрсетейін қазір. Мысалға біз біріншісін алдық. Giving advice and suggestions on the benefits of sports деген тақырыпты алып аламыз. Тақырып бар. Және бұл тақырыпты сендер өзгертсең де болады. Себебі тақырыпты өзгерткеннің өзіне жақсы қосайын деп отыр, Енді біз басын кіріспемен бастауымыз керек. Енді спорт дегеніміз не дегеннен бастаймыз. Sport is daily exercises and games that healthy for our health. Спорт дегеніміз күнделікті жаттығулар және ойындар, яғни денсаулыққа пайда келтіретін деп жаздым. Кіріспеге кетеді. Әрқайсысын біз абзацпен бастаймыз. Енді келесі бізде не бұл мақала, Келесі бізде негізгі бөлім 10-та абзацтан бастаймыз. Енді біз біріншіден, екінші, үшіншіден деп көрсетуіміз керек. Sport has many benefits. Міне артықшылықтары бар деп жатырмыз. Has many benefits. Енді firstly дегенді қолданамыз. Біріншіден дегенді, бұл бізде қыстырма сөзді қолданған болып есептеледі. Firstly, sport helps us to live longer. Яғни ұзағырақ өмір сүруге көмектеседі бізге. Secondly, екіншіден, it helps to save our health. Яғни біздің денсаулығымызды сақтайды. Thirdly деп үшіншіден деп алмай қойын. Then, сосын деп алсақ да жатады. Then, it helps us to be fit. Яғни шымыр болуға көмектеседі деп жазып жатырмын. Осылай жалғастыруға беруге де болады. Және спорттың түрлерін айтуға болады, We know many types of sports. Және біз көптеген түрлерін білеміз. Және жаңағы осы бөлімде өткен айкидо түрлерін айтамыз, swimming, football, volleyball, tennis деген сияқты, Мінекей осылай жалғастыруға болады. Енді ақыл кеңес береміз. People should, яғни адамдар істеу керек. Should eat healthy food, яғни дұрыс тамақтану керек.
To exercise. Жаттығу жасау керек. Drink water. Мысалға, су ішу керек. And so on. Және тағы басқа. Деп, мысалға, біз негізгі бөлімді аяқтасақ, енді осыдан кейінгі бөліміміз бұл қорытынды болады. Сонымен біз ойымызды қорытындылаймыз. Енді соңында десе қорытындылай келсек, in conclusion дегенді өттік. In conclusion, sport is useful and important part of our life. Қорытындылай келсек, яғни спорт пайдалы және өміріміздің бір маңызды бөлігі. I give you advice. Мен саған ақыл кеңес беремін. I give you advice to do sport and be sport person. Яғни біз осындай сөз өттік. Яғни мен саған ақыл кеңес беремін, спорт жаса және спортсмен бол. Яғни спортик адам деп атамыз, сондай бол деп. Мінекей, мен қысқаша жаздым. Мақалада дәл осылай жазылады. Яғни біз негізгі бөлім, кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды деп алуымыз керек. Осылай абзацпен жазсаңдар, бұл өте жақсы болады. Сауатты және арасына жаңағындай сырма сөздерді, жаңа сөздерді өткен бөлімнен жазсаңдар, оны жақсы бағалайды деп ойлаймын. Тағы сұрақтарың болса, комментарийға жазып және тіркелуді ұмытпаңдар. Осылай жиынтық және тжб-лар бұдан ары қарай да шығып тұрады. Okay, goodbye, good luck. Оқушылар, сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.